сабағына қош келдіңіздер. Ендеше менімен бірге болып, каналға тіркелуді ұмытпаңдар. Лайк басып, комментарий жазыңдар. Сөйлемдегі сөздердің байланысы. Балалар, біз мәтінді өттік, буынды өттік, сөйлем қандай болатындығын өттік, е? Ендеше бүгін сөйлемдегі сөздердің байланысы туралы өтетін боламыз. Сондықтан міндетті түрде ұғынып, түсініп қарап отырыңдар. Мәтінді түсініп оқы. Наурыз жыл басы. Бұл шығыс елдерінің бүкіл халықтық мейрамы. Ел оған сағынып жетеді. Наурыз мейрамында наурыз көже жасалады. Дастархан жайылады. Халық бір-бірін мерекемен құттықтайды. Наурызда алтыбақан құрылады. Ән салынып, би биленеді. Әр түрлі ойындар ойналады. Кеңес Оразбекұлы. Балалар, наурыз мерекесін сендер де жақсы көресіңдер ме? Жарайсыңдар. Наурыз қандай мейрам? Наурыз көктемнің мейрамы. Наурыз жылдың басы. Бұл шығыс халықтарына ортақ мереке. Наурызда алтыбақан құрылады сөйлеміндегі сөздерге сұрақ қой. Олардың өзара байланысын тап. Мысалы, балалар, қараңдар, көктемде күн жылынады. Күн қайтеді? Күн жылынады. Қашан жылынады? Көктемде жылынады. Ендеше алтыбақан құрылады сөзіне мен айтып отырайын, дәптерді алып жазыңдар. Алтыбақан құрылады. Не құрылады деп сұрақ қоямыз, е? Алтыбақан не деген зат, кім, не деген сұраққа жауап береді? Алтыбақан құрылады. Алтыбақан не істейді? Етістіктер, енді сендерге етістік дегеннен қарағанда іс-қимылды білдіретін сөздер, бұл не істейді, не қылды, қайтты деп сұрақ қойсақ болады, балалар. Алтыбақан құрылады. Алтыбақан не істейді? Құрылады. Дұрыс айтасыңдар. Ендеше ережеге қараңдар. Сөйлемдегі сөздер бір-бірімен байланыста болады. Олардың байланысын сұрақ қойып білеміз. Мысалы, бұлбұл бақта сайрайды. Бұлбұл қайда сайрайды десек, бақта сайрайды. Не бақта сайрайды болса, бұлбұл бақта сайрайды. Ал бұлбұл бақта не істейді, немесе қайтеді? Сайрайды. Жарайсыңдар. Бұл ережені естен шығармаңдар, балалар. Екінші жаттығу. Сөйлемдерді көшіріп жаз. Байланысын сызып көрсет. Көктем келді. Су жылғалармен ақты. Жерге көк шықты. Енді, балалар, қараңдар. Көктем келді. Қандай жыл мезгілі келіп тұр? Көктем, не келді? Көктем келді. Су жылғалармен ақты. Не жылғалармен ақты? Су жылғалармен ақты. Сонда бұлай су ақты десек те болады. Мысалы, су немен ақты? Жылғалармен ақты. Су жылғалармен не істеді? Ақты. Сондықтан енді жерге көк шықты сөзін өздерің жазып кетіңдер. Мақалды оқы, жатқа жаз. Bir тал кессең, 10 тал ек. Балалар, бір тал кессең, 10 тал ек. Бұл мақалдың мағынасы қандай? Бұл мақалдың мағынасы, егерде сен бір талды кесетін болсаң, оның бұтақтарынан тағы да талдар отырғызып, оларды баптауың қажет. Себебі бізді таза ауамен тыныстататын өсімдіктер және ағаштар. Ендеше мына жұмбақты шешіп көр. Мына әріп тының жартысы. Ол қандай әріп? Тының жартысы? Дұрыс айтасыңдар. Г әріпі. Сау болыңдар. Егер слайд қажет болатын болса, мұнда көрсетілген нөмірге жазыңыздар.